Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Дәл осындай қызылша қосылған гемоглобинді көтеретін салат жасаймыз. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, жұмыртқа, қызылша. Оның барлығын газге қойып пісіріп аламыз. Сосын бізге горох, майонез керек болады. Енді қыздар барлығын көбіктеп турап аламыз. Бізде жұмыртқаның сарысын ешкім жемейді, сол үшін ортасын алып тастадым. Қыздар дәл осылай көбіктеп турап алыңыздар. Өте оңай және жеңіл салаттардың бірі. Өте дәмді, сосын қыздар жасасаңыздар, ешқашанда өкінбейсіздер. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден міндетті түрде кері байланыс күтемін. Барлығын дәл осындай көбік тәріздес етіп турап аламыз. Қыздар, бізде көктемде, күзде міндетті түрде осы салатты жасап жеу керек болады. Өйткені бізде иммунитет түседі, гемоглобин төмендеп кетеді. Көктем, күзде бізде витамин жетіспейтін мезгілдер деп айтайыншы сіздерге. Дәл осы витаминге бай салатты жасап жеу керекпіз. Достар, бізде сәбізде А витамины және В1, В2, В5, В6, В9 және де С, Е витаминдері бар. Витаминге бай өте диеталық тағам болып есептелінеді. Калориясы өте төмен, керемет диетаға, асқазан ауырған кезде қолданғанға жақсы көкөністің бірі деп айта аламын. Ал қызылша бізде йодқа бай көкөністердің бірі және темірдің сіңуіне жақсы көмектеседі. Картоп ең көп қолданысқа ие, ең дәмді көкөніс деп айта аламын. Ал қыздар, мінекей барлығын көбіктеп бітіп қалдық. Мінекей салып алдым. Енді жан жағында кішкене реттестіріп алайын. Мінекей. Ендігі кезек қыздар, бізде горохты ашамыз. Горохымызды салып аламыз. Горохтың ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Мінекей. Енді майонезімізді ашып, майонезімізді салып аламыз. Қыздар, мен барлығын көз мөлшерімен жасаймын. Майонезді де көз мөлшерімен салдым. Кішкене тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қыздар, дәл осындай керемет салатты сіздер де жасап көріңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.